Ең алдымен тыныштық пен үндестік, бейбітшілік пен келісімнің салтанат құрғандығын, алғыс айту күні құрметтің, жанашырлықтың, достық пен халық бірлігінің символы болып табылды. Жерлестерімізге қоғамдық белсенділігі және бір-біріне деген қамқорлығы үшін алғыс білдіруіміз керек. Құттықтың желбірегені, қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп, шымырлатқан денені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені.